Сәлем қыздар, малиновый пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасындағы тұрған сары майға сахарный пудраны салып миксермен араластырамыз. Бір жұмыртқа, бір жылтық қосамыз. Жүгері крахмалын, разрыхлитель және ұнды қосып, қамыр илейміз. Қатты күшпен илеудің қажеті жоқ, жай ғана біріктіріп, жұмсақ тестаны дайындап алыңыз. Жиырмада 30 формасының жан-жағына май жағып, тестоны әдемілеп бір тегістетіп, шеттеріне бортиктерін шығарып, жаямыз. Салмасын дайындаймыз. Творогқа жұмыртқа мен қантты қосып, блендермен езіп аламыз. Творогтың сапасы 9% майлылықта алыңыздар. Немесе домашний творог қолдануға болады. Дайын салманы тестоның үстіне құямыз. Бетіне замороженный немесе свежий малинаны салып шығыңыз. Қызып тұрған пешті 150 градусқа қойып, 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Малиновый джем дайындаймыз. Замороженный малинаға қантты салып, отқа қоямыз. Крахмал мен суды араластырып, дайындап қоямыз. Малина мен қантты қайнататын боламыз. Ұзақ уақыт қайнатуға болмайды. Себебі варенье сияқты қою қара түсті болып, өзінің түсін жоғалтып алады. Сондықтан сақырлап бір қайнаған кезде жүгері крахмалын саламыз. Жүгері крахмалын қосқаннан кейін үздіксіз араластырып отырыңыз. Себебі бір жерлері іртік болып, асты күйіп, тез жабысып қалуы мүмкін. Дайын болған джемді суытып алып, піскен пирогтың бетіне әдемілеп құясыз.